Балдар, бүгін Залқар атабыз бұл жазушы Шыңғыс Айтматовтың туған екен. Бұл кішіне таныңыз ғой, бұл кім? Кім? Шыңғыс Айтматов. Азаматтар, Шыңғыс Айтматов атабыз, бұл? Шыңғыс Айтматов атабыз кім болған? Жазушы болған, аябай көптеген қызықты шығармаларды жазған, киноларды тартып тұрған атабыз. Атабыздың бұл жерде шығарма жазып отырған уағы, başka ülkelerde vardı, sınıflarda alır, Nazır'da Kinoğlu'da var, adamın soğunu bize katılan Eski görmüşleri, atamız ülkeden kanken, adamға ел түйіні bir sayın adam oldu degen en bir ulu sözde osiyat bize kaltıran. Balдар, gün sayın adam oldu degen, bizge gün de bakçaga gelip, okuz, oynup, жазып, барлық нәрселерді атқарып бақшаға келіп оқып жүресің бар, Деми, ақыл жоқ бала болып терезені сындырсақ, бақшада досымызды ұрсақ, мұртын қанатсақ, не боламыз? Жаман болуыз. Жаман болуш бір баста, жақсы болуш астасына деген ұлы мақал бар екен. Ошо мақалдарды да еле, атауыз біз осият қылып, адам күште ең қиыны күн сайын адам болуды айтқан. Күнде келгенде, күнде естүү, күнде ақылды бала болып, тәртіпті бала болып кетішіміз керек екен. Мектепке барғанда дағы естүү ақылды бала болушымыз керек. Атабыз Айтматов қандай жақсы сөзді қалдырған. Көптеген шығармалары бар. Алинур, сен кім болдың үйіңде? Апаңыздан жақсы сабақтысың ба балам? Қайсы ағай болдың? Дүйшен ағай болдысың, а? Бірінші мұғалім деген шығармасындағы Дүйшендің ол жазын атқарып, аябай соның Дүйшен ағай болдыр, Алинур.